Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер окорочка дайындаймыз. Окорочка ол айран қосылып жасалынған жаз мезгілінде ішілетін салқын сусын, салқындатылған. Біздер оған көк жуа, ас көк, жұмыртқа, редиска, картоп, қияр, қазы қосамыз. Қазы болмаса піскен ет немесе колбаса қоссаңыздар болады. Біздер ең бірінші ас көк пен көк жуамызды турап алып, оған қаймақ, 2 ас қасық қаймақ қосып, әбден араластырып, сөлін шығамыз. Сығып араластырамыз, сөлін шығарып аламыз. Сосын 1 ас қасық тұзын қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Қара бұрышты әркім өзінің қалауынша қоспасаңыздар да болады. Сөл шығарып әбден араластырғаннан кейін газдалған сосын құямыз. Газдалған сосын ол бізге жаңа көк жуа мен ас көктің сөлін шығарады. Әбден араластырып алып, сығып араластырып аласыздар. Көпір шығып араласқаннан кейін, әбден араластырып алғаннан кейін, үлкен кең ыдысымызға қиярымызды, картофелімізді, жұмыртқамызды бәрін салып, бұл жерде ұзыншалап туралған мен. Бұл жерде тағамды бізде ұзыншалап емес, кубик етіп турасаңыздар да болады, өздеріңіз теркадан өткізсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Бұл жерде қалып қойған бір не жоқ. Әркім өзінің қалауынша турасаңыздар болады. Сосын бұл жерге біздер бәрі салқындатылған күйінде айран қосамыз. Айран 2 литр айран қосамыз. Айранымыз әркім өзінің қалауынша, жаңа проценті мен 2 литр жарым, 2,5% қостым. Содан кейін жаңа екінші жарты литр тағы да үстіне жаңа газдалған сусынымызды қосамыз. Мен 2 литр айранға 1 литр газдалған сусын қостым. Әбден араластырып аласыздар. Каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп қойыңыздар. Болашақта салынған тағамның түрін, рецепттерін көресіздер. Тіркеліп қойыңыздар. Болашақта қандай тағам түрлерін көргілеріңізге жаза кетіңіздер. Тағам біздер бұны салқын күйінде ішеміз, салқындатылған. Бұған салқындатылған мұз салсаңыздар да болады. Ас болсын, әзірлеп көріңіздер. Жаз кезінде өте салқын сусын болып келеді.